Бүгінде облысымызда ауыл ел бесігі жобасы өз жемісін беріп келеді. Мәселен, Жамбыл ауданында әлеуметтік нысандар қайта жаңғыртылып, көшелерге асфальт төселуде. Елді мекендерді жарықтандыру жұмыстары тағы бар. Жамбыл адалдық алаңы жобалық офисінің өкілдері жаңа нысандарды аралап, көзбен көрді. Ауылдың әлеуетін арттыратын жоба Жамбыл ауданында оң нәтиже беріп отыр. Мәселен, мұнда 35 жоба қолға алынған. Оның ішінде мектептер мен балабақшалар және спорт нысандарын жаңғырту жұмыстары да қамтылған. Мәселен, енді аудандағы мектеп оқушыларының өз өнер мектебі болады. Дарынды балаларды қолдауға арналған жаңа нысан 500 балаға арналып соғылған. Қазір құрылыс жұмыстары бітуге жақын. Мұнда әртүрлі үйірмелер ашылып, ауыл аймақтың балалары үшін жұмыс істемек. 35 жоба іске асырылған болатын. Соның бүгінгі таңға 33 жобасы өз жұмысын аяқтап, мерзімінен бұрын бүгінгі таңда пайдалануға берілді. 2 жоба бүгінгі таңға қалып тұр. Оның сол желтоқсан айының бірнеше емтет деген жоспарымыз бар. Сондай-ақ ауданда тозығы жеткен мектептерді қайта жаңғырту жұмыстары да қолға алынған. Мәселен, Ас ауылындағы Бауыржан Момышұлы атындағы мектептің бастауыш сынып оқушыларына арналған бөлігінде жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қайта қалпына келтірген нысан бала санының өсуіне байланысты пайдалануға беріліп отыр. Жаңа білім ұясы 300 балаға шақталған. Сондай-ақ жобаның арқасында аудандағы көшелердің басым бөлігіне асфальт төселіп, жарықтар орнатылған. Ас ауылындағы бірқатар әлеуметтік мекемелерге, объект нысандарға шығып, зерделеу жұмыстарын жүргізіп қайттық. Мектептерді араладық, көшелерді араладық, жолдардың жағдайымен таныстық, свет жүргізу, жарық жүргізу, газ жүргізу мәселелерімен танысып қайттық, тұрғындармен тілдестік. Бірқатар жұмыстар атқарылған екен. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 35 жобаның 33-і аяқталып, 2-і осы жылдың соңына дейін аяқталу екен жоспар бойынша. Қазір бәрі жоспарға сай жүріп жатыр екен. Айта кетейік, ауыл ел бесігі жобасы аясында облыстың 3 аудан орталығында 100-ден аса түрлі жоба жүзеге асырылуда. Олардың алды пайдалануға беріліп, бүгінде ел игілігіне қызмет етіп жатыр. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, Абылайхан Зейнуллаев, 77 News, Жамбыл ауданынан.